Енді жалғастайын. Автор туралы айтып кетейін. Қабдеш жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шынжан өлкесінің Тарбағатай аймағындағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Ауылда ол бастауыш білімін алып, кейін Шәушек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қабдеш жұмаділов Алматыға Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Бірақ 1958 жылы екінші курстан кейін Қытайға қайтадан оралады. Сол 1958 мен 1962 жылдар аралығында қуғын сүргінге ұшырайды. Сосын 1962 жылы Қытайдың шекарасын бұзып, өзін қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралады Алматыға. Сол Алматыға оралып Қазақ мемлекеттік университетіндегі оқуын жалғастырады. 1965 жылы бітіреді. Сол Қабдеш жұмаділов ол қазақтың халық жазушысы, көрнекті қаламгер. Оның дейтін көптеген жазбалары, көптеген шығармалары әлемге, Қазақстанға белгілі, көпке белгілі енді. Ол деген көптеген газет, баспаларда жауапты қызмет атқарған, өзінің шығармаларын әлемге көрсеткен, Абай атындағы мемлекеттік сыйлық лауреаты және Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық лауреаты болып табылады. Сол Қабдеш жұмаділов Қазақстан тарихының дамуына үлес қосқан, өзін сол қазақ әдебиетін дамытқан және сол жақта әртүрлі көптеген шығармалар жазған болатын. Ал жақсы, осы болды. Сөз аяқталды. Енді сау болыңыз ағай.